Ассалаумағалейкум достар. Спорт мастер каналына қош келдің. Менің есімім Нұрфат және менің қасымда Айқын деген бала. Бүгінгі видеода біз сіздерге артқа сальто қалай жасап үйренеміз. Артқа сальто атып үйренуге арналған ең пайдалы 1-2 күнде жасап үйренуге арналған жаттығуларды жасап көрсететін боламыз. Яғни сіздерге бүгінгі видеода Айқын деген бала бізге сальто үйренген жаттығуларын бізбен бөлісетін болады. Біз сол жаттығуларды қайталап, яғни мен қайталайтын боламын және сіздер де қайталайсыздар деген ойдамын. Сол жаттығуларды қайталап сальто жасап үйренетін боласыздар. Я достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің қалай сальто жасап үйренген жаттығуларды сіздерге көрсететін боламыз. Достар, бұл жаттығулар өте маңызды жаттығулар, топ жаттығулар сіздерге көрсететін боламыз. Жаттығулар өте әсерлі, өте пайдалы. 2 күн жасайсыздар, сальто жасап үйренетін боласыздар. Достар, видео басталмас бұрын біздің арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Маған қоятын сұрақтарыңыз болса, мына жақта Instagram парақшам бар. Мына жақта видеоның астында Айқынның және менің Instagram парақшам тұрады. Міндетті түрде кіріп кетіңіздер және жазылып кетіңіздер. Осы видеоны көптің сұрауы бойынша шығарып тұрмын. Артқа сальто жасауды үйрететін боламыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің сальто жасап үйренуге арналған бірінші жаттығуды Айқын айтатын болады. Сальто жасап үйрену үшін сіздер ең алдымен биіктікке секіріп үйренулеріңіз керек. Қолды былай қойып, 4 подход 15 рет секіретін боласыздар. Қазір мен сол жаттығуды сіздерге орындап көрсететін боламын. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Достар, біздің екінші жаттығу сіздер сальто жасаған сияқты секіретін боласыздар. Яғни сальто сияқты былай ұстап, биіктікке секіретін боласыздар. Бұл жаттығуды сіздер 3 подход 10 рет жасайтын боласыздар. Яғни сіздерге қазір бұл жаттығуды Нұрфат көрсететін болады. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm in front of this. I ran in the jungle with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. Достар, біздің келесі жаттығуымыз бұл сальто жасаудың ең тиімді және пайдалы жаттығу болып табылады. Бұл жаттығу сіздер үй жағдайында да, басқа жерде де пайдалана аласыздар. Яғни бұл жаттығуды айтатын болсақ, арқамен жерге жатып, тізені бастан асыратын боласыздар. Бұл айтқан кезде артқа курок болып табылады. Үй жағдайында 5 подход 12 рет жасайтын боласыздар. Достар, біздің соңғы эффективті жаттығу бағана Айқын айтқан 3 жаттығудың бәрін қосасыздар. Яғни мен 3 жаттығу жасадым, Айқын айтқан ең мықты жаттығуды. Қолды көтеріп секіресіздер, қолды отырған күйде секіресіздер және жерге жатып арқамен аяқты асырып айналасыздар. Осы 3 жаттығудың бәрін қосып сіздер жүгіріп келіп сальто секіресіздер. Бұл жаттығуды сіздерге Айқын көрсететін болады. Бұл жаттығуды мынандай поляда, далада жасауға кеңес бермеймін. Яғни күрес залында немесе фитнес залда жұмсақ жерлерде жасаған дұрыс. Кілемшелерде жасаған дұрыс. Қазір сіздерге осы жаттығуды Айқын көрсететін болады. Яғни бағана жасаған 3 жаттығудың бәрін қосасыздар және артқа сальто секіретін боласыздар. Достар, бұл жаттығуды сіздер күнделікті қайталап отырып 2 күннің ішінде сальто жасап үйренетін боласыздар.
Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. You'll be some warriors, they ain't no gunners. Bloods in my hands, got slugs in my gunners. Достар, біздің видеомыз өз соңына жетті. Бүгінгі видеода біз сіздерге сальто жасап үйренуге арналған жаттығуларды көрсеттік. Артқа сальто атып үйренуге арналған жаттығуларды көрсеттік. Яғни мен көрсеткен жоқпын, Айқын деген бала бізге көрсетті. Мен жасай алмаймын. Енді мен де осы жаттығуды жасап, сальто жасап үйренуге тырысамын сіздермен бірге. Айқын деген балаға рахмет. Бүгін біздерге сальто жасап үйренуге арналған ең пайдалы топ 3 жаттығуын, 4 жаттығуын көрсетті. Осы жаттығуды сіздер 1-2 күн ішінде қайталап көріңіздер. Сальто жасап үйренетін шығарсыздар. Бірақ мынандай поляда жасауға кеңес бермеймін. Жұмсақ жерлерде жасаңыздар. Біздің видеомыз ұнаса каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Instagram парақшаларымызға тіркеліп кетіңіздер. Айқын деген баланың Instagram парақшасы астында тұрады. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Және оператор Нұрғиса деген баланың да Instagram парақшасы видеоның астында міндетті түрде тұратын болады. Келесі видеода кездескенше, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.